бүгін сіздермен бірге детальный таргетинг деген не, широкая аудитория деген не, оның айырмашылығы туралы сөйлесетін боламыз. Менің есімім Жана Жарылқасынқызы, таргетолог боламын. Менің каналым қазақша таргет каналы. Маған тіркеліп, мен жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Сабақтар көріп тұру үшін уақытылы қоңыраушаны басып, сұрақтарыңызға жауап алу үшін комментария жазып кетіңіздер. Енді кеттік. Так, біз детальный таргетинг деген не және широкий аудитория деген не, сол туралы сөйлесетін боламыз. Біз таргет жіберген кезде мына жақ аудитория деп есептеледі. Аудитория деген мынау Қазақстан қаласын белгілеу, жасын белгілеу, жынысын белгілеу, соның барлығы аудиторияға жатады. Бұның барлығы аудитория. Ал енді детальный таргетинг деген міне тұр, детальный таргетинг деп тұр. Бұл детальный таргетинг бізде узкий аудиторияға жатады. Широкий аудитория болатын болса, бұны таңдамасақ, широкий аудитория, таңдасақ узкий аудитория. Детальный таргетинг, узкий аудитория деп айта береді, екеуі бір. Енді бұның айырмашылығы, детальный таргетинг бұл интересный, яғни сіз өзіңіздің аудиторияңызды құрып жатырсыз. Қазақстан, жасы 18-65 жас аралығы, әйел адамдар керек. И детальный таргетингке именно маған осындай киімге қызығатын адамдар керек. Именно маған женский киім қарайтын адамдар керек деген сияқты детальный таргетинг таңдайсыз. Қарайтын, мысалы, Инстаграмнан женская одежда деген сияқты осындай интересныйді іздеген адамдар керек деген сияқты белгілейсіз. Соны біз детальный таргетинг, узкий аудитория деп атаймыз, екеуі бір. Ал широкий аудитория деген ол сіз ол кезде мынандай жерге ештеме белгілемейміз. Детальный таргетинг, дальше кетіп таргетімізді жібере береміз. Ол біздің широкий аудиториямыз болады. Яғни бізге ол киімді қызығып қарағандарға да, қарамағандарға да көрсет деген сөз. Яғни фейсбукқа біз сөйтіп айтамыз. Бізге прямо киімді іздеп қарағандарға емес, қарамағандарға да бәрін общий аудиторияға көрсете бер. Тек бізге Қазақстанның 18-65 жас аралығында әйел адамдар болса болды деген сияқты, түсінікті ғой, айырмашылығы осы. Пайдалы болса лайк басып кетіңіздер, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәттілік.